Баршаңызға ассалаумағалейкум, назарларыңызда Құдайберген спорт және сіздермен бірге мен Самат Құдайберген. Бүгінгі шығарылым ММА туралы. Маусымда UFC-дің көптеген турнирінде қазақстандық файтерлер өнер көрсетеді. Тарихта алғаш рет бір картта екі бірдей қазақстандық болады. Оның үстіне әлемдегі ең үздік лигада қазақстандықтар саны артуы мүмкін. Бірақ қазақстандықтар тек UFC-де ғана жарқырап жүрген жоқ. Бүгінгі шығарылымда 2022 жылы жұлдызы жануы мүмкін файтерлер туралы айтамын. Шавкат Рахмонов секілді жұлдыздармен қатар сіздер білмейтін проспектерде болады. Ондай болса, кеттік. Достар, жақында каналымыздың құрылғанына бір айдан асты. Бір айда 9 видео шығардық. Бізге 7000-нан аса адам жазылды. Сіздерге рахмет. Сіздерсіз мұның бәрі болмас еді. Біз әлі де жолымызды іздеп жатырмыз. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз керек. Пікір жазып, лайк басып, каналға жазылсаңыздар, осы видеоға да, каналға да көмектесер еді. Біз тіркеп қойған комментті де қарауды ұмытпаңыздар. Онда Tennis.kz-тегі достарымыздың жаңа акциясы туралы жазылған. Тағы да рахмет. Ал шығарылымды UFC-ге қосылу мүмкін тағы бір қазақстандықпен бастаймыз. 10 маусымда Азат Мақсум әлемдегі үздік лигаға ауысар алдында соңғы жекпе-жегін өткізген болуы мүмкін. Мұны ойдан шығарып отырған жоқпын. Бұл Octagon промоушының президенті Нураддин Садықовтың айтқаны. Азат бразилиялық Алан Габриэльді төрешілер шешімімен жеңді. Рекорды да керемет. 15-0. 27 жастағы Азат 8 лигада төбелесіп үлгерген. Бірақ біздің Octagon мен бахрейндік Брейв оның жұлдызын жақты. Брейвте Мақсум былтыр наурызда жекпе-жек өткізіп, француз Майкл Алиаружды 3-ші раундта қылқындыру әдісімен жеңген. Негізі Азат балуан, бірақ өсе келе алдымен жекпе-жек өнерімен және джиу-джитсумен айналысқан. Ал 24 жасында ММА-ге ауысқан. Мақсум бұрыннан бері батыс елдерінде жекпе-жек өткізуге тырысып жүр. 2 жыл бұрын ұлыбританиялық және америкалық менеджерлермен келісім шарт жасасқан. Бірақ ол табыс әкелмеді. Оған пандемия да әсер етті. Қазір бәрін дұрыс жасады. 1 маусымда Рубис компаниясының клиент атанды. Онда қазақстандық менеджер Саят Әбдірахмановпен жұмыс істейді. UFC-дегі барлық қазақстандықтың менеджері осы Әбдірахманов. Әлемдегі ең үздік лиганың есігі ашық дей беріңіз. Мақсумның тағы бір плюсы оның рекорды. Мерзімінен бұрын аяқталған жеңістері мен әмбебаптығы. Күрестен бөлек соққысы да мықты. Тағы бір айта кетерлік жайт, UFC-де дайын тұрған қарсылас бар. Брейвте жүргенде ол Ұлыбритания атынан шығатын дағыстандық Мухаммед Мукаевпен жақсы бәсекелес болған. Мукаев қазір UFC-де жүр. Азат аса жеңіл салмақта 57 келіде өнер көрсетеді. Ол жақта Жалғас Жұмағұлов та бар. Мақсум мен Саяттан жақсы жаңалық күтеміз. Ал биыл жақсы жаңалықты Артем Резников алып жатыр. ACA басшылығымен жанжалы аяқталды. Жанжал емес, келісімшарт бойынша түсінбеушілік деу керек шығар. Артемге гонорар ұнамаған еді. Ол ең аз гонорар алатындардың бірі болды. Жекпе-жек үшін $4000, жеңіске жетсе тағы да $4000. Жеңістер сериясы бар Юсуф Раисов пен реваншты ел күтіп жүр. Сондықтан Артем сыйақысын көбейтуге лайық. Резников пен ACA ешқашан келісе алмайтындай көрінген. Бірақ ортақ шешім шығарылды. Лига жеңіл салмақта гран-при ұйымдастырады. Жүлде қоры $1 миллион. Қыруар қаражат. Финалда жеңген файтер $200 мың алады. Артем бұл ақшаны қайда жарататын шешіп қойған. Алматыда үй сатып алып, Ридерде, Шығыс Қазақстан облысы, тұрып жатқан ата-анасын көшіріп әкелмек. Артемнің алғашқы қарсыласы UFC-дің бұрынғы файтері Дэви Рамос болады. Олар 17 маусымда Сочиде кездеседі. Бразилиялықтың жасы 35-те. Резников сияқты 2 жылдан бері жекпе-жек өткізбеген. Рамос кейінгі 2 жекпе-жегінде Арман Сарукян мен Ислам Махачевтен жеңіліп қалған. Жалпы Дэви UFC-де 2 жыл өнер көрсетіп 4-3 рекордымен кеткен. Артем өзінің тактикасында айтты. Дэвимен күреспей соққы жасап төбелеспек. Бұл дұрыс шешім сияқты. Себебі Рамос джиу-джитсудан әлем чемпионы және грэпплингтен түрлі турнирдің жеңімпазы. Бірақ Артем бразилиялықтың шеберлігінен қорықпайды. Ол да күрестен мықты. Себебі өзі де балуан, грэпплингті шебер меңгерген. Солтүстік-оңтүстік деген әдіс сол жақтан. Жартылай финалда Резников Али Багов Рашид Магомедов жекпе-жегінің жеңімпазымен кездеседі. Қиын қарсыластар. Екінші жартылай финалда Раисов пен Эдуард Вартанян күш сынасады. Сондықтан Резников Раисов реваншы тек финалда өтуі мүмкін. ACA-де қарсыластарды әдейі осылай жасағанын жасырмайды. Артем Юсуфпен гран-приден тыс кездесуге дайын екенін айтты. Бірақ мен Артем гран-приде найзағайдай жарқылдайтынына сенемін. Ал Рамоспен жекпе-жек 8 бұрышқа оралудың тамаша мүмкіндігі. Күтеміз, жанкүйер боламыз. Және Артем финалға шығып, белбеуімен қыруар қаражат алады деп сенеміз. ONE FC-дегі жалғыз қазақстандық Қайрат Ахметов те белбеу алуға жақын.
Қайрат 3-ші маусымында жапониялық Тацумитсу Вададан басым түсіп, қатарынан 5-ші жекпе-жекте жеңіске жетті. Қазір ол белбеуге басты үміткер, бірақ күзге дейін күтуге тура келеді. 26 тамызда бразилиялық чемпион Адриано Мораес аңызға айналған Деметриус Джонсонға қарсы белбеуін қорғайды. Жалпы айтқанда, Қайрат келесі жекпе-жегіне Мораес Джонсон жекпе-жегінің жеңімпазымен кездесетін шығар. Қарсыласы кім болса да үлкен жекпе-жек болары анық. Мораесті жақсы танимыз. Қайрат Адрианоға қарсы алғашқы жекпе-жекте белбеу жеңіп алса, екіншісінде төрешілер жеңісті Мораеске беріп жіберген. Қазір есеп 1-1. Ал Джонсонмен кездессе, бұл қазақстандық ММА тарихындағы ең үлкен жекпе-жек болады. Біздің файтерлерде осындай аңыз қарсылас болмаған. Жаздың соңына қарай жақсы жаңалық күтеміз. Қайрат дайын, біз де дайынбыз. Ең қызығы не екенін білесіздер ме? Дәл қазір шетелдік промоушендерде қазақстандық бірде-бір чемпион жоқ. Қазіргі жағдайды бағаласақ, белбеуге жақын 2 файтер бар. Екеуі де Fight Nights'та. Бұлар Қуат Хамитов пен Гойти Дазаев. Қуат жылдың басында карьерасын аяқтаймын деді, бірақ ешкім сенбеген. Таяуда ол 8 бұрышқа оралатынын айтты. Жақында оның бұрынғы 2 қарсыласы Нариман Аббасов пен Мариф Пираев кездесті. Қуат екеуінен де төрешілер шешіммен жеңілген. Алдыңғы жекпе-жегінде осы Марифке есе жіберген еді. Қуат сол жеңілістің есесін қайтарса, Аббасов пен реванш өткізуге болады. Бұл жекпе-жек Fight Nights'қа да, жанкүйерлерге де қызық болады. Оның үстіне лига президенті Камил Гаджиев пен Қуаттың ара қатынасы жақсы. Жанкүйерлердің Хамитовке деген көзқарасы қандай болса да, ол біздің ММА-дің өкілі. Карьерасын аяқтауға жақын, үлкен жеңістерге мүмкіндігі аз, бірақ желіде шу болатыны анық. Гойтидің жағдайы жақсырақ. Ол былтырғы жеңілісінен кейін биыл жеңіске жетіп, Максим Буторинмен кездесуді жоспарлап жүрген. Бірақ Максим таяуда жеңіліп қалды. Енді чемпион Дмитрий Бикревтің жекпе-жегін күтуге тура келеді. Ол 3-ші шілдеде шығады. Бикревпен реванш лигаға да тиімді. Себебі бірінші кездесуде Гойти жарақатына дейін жақсы өнер көрсеткен. Қазақстандық фанаттар факторы да Fight Nights'қа маңызды. Ақпанда Хабиб Нурмагомедовтың Eagle FC промоушенінде чемпионымыз болуы мүмкін еді. Бірақ Жасұлан Әкімжан жарақатына байланысты жекпе-жек өткізе алмады. Жасұлан қазір жарақатынан айықты. Мамырда Панкратионнан Қазақстан чемпионатына қатысты. Eagle FC келесі турнирін қашан өткізетіні белгісіз. Бірақ қызықтың бәрі күзде басталады. Сол кезде Жасұлан да қызық жекпе-жек өткізуі керек. Қазір лиганың 2 бірдей чемпионы бар. Уақытша титул ресейлік Расул Магомедовте, ал тұрақты белбеу қырғыз Бусурманкул Абдыбаитта. Лига екеуін кездестіруі керек. Ал Жасұлан алдымен үміткер болып, кейін титулға шығуы мүмкін. Дәурен Ермеков титул алуға жақын. Шілдедегі Eagle FC турнирлерінің бірінде ол ресейлік Гаджимурат Хирамагомедовпен уақытша белбеуді сарапқа салады. Негізі Дәурен 1 сәуірде Фаридун Адиловпен титул үшін кездесуі керек еді. Бірақ алдымен олардың жекпе-жегі шегерілді, кейін тәжік файтері жарақат алып қалды. Енді не боларын көре жатармыз. Бірақ Дәурен жақсы дайындалатынына сенімдімін. Себебі биыл ол бірнеше жиын өткізіп үлгерді. Жекпе-жекке келгенде жолы болмай жүр. Кездесу өтпей қалады, не шегеріледі. Енді маңыздысы ештеңе кедергі болмаса екен. Қазақстандық жас файтер Николай Самусев шетелдік лигаға кетеді. Найза чемпионы октагондағы алдыңғы жекпе-жегінен кейін мен қазақпын, ділім қазақ, өзіміздің файтерлермен төбелескім келмейді деген еді. Николай әлі жеңілген жоқ. Ресейлік лигалар оған қызығушылық танытып отыр. Бірақ әрине басқа файтерлер секілді ол UFC-ге баруды армандайды. Ол жаққа әзірше ерте, әлі жас. Николайдың ендігі қадамы қандай болатынын көрейік. Былтырғы жекпе-жегінен бері 7 ай өтті. Енді найзада шетелдікке қарсы соңғы жекпе-жегін өткізіп шекара асатын шығар. Мысалы, Brave секілді лигаларға. Найзада тұрақты түрде жекпе-жек өткізеді деп Бағдат Жұбанышты айтуға болады. Бағдат 26 жасында кәсіпқойлар арасында дебютін өткізбек. Бірақ ММА фанаттары оны жақсы біледі. Ол әуесқойлар арасында 3 дүркін әлем чемпионы атанған алғашқы қазақстандық. Мұндай жетістік табысты карьера жасауға кепілдік бермейді. Бірақ халық назарына ілінері анық. Айтпақшы, Бағдатты жекпе-жекке шақырып жүргендер бар. Қазбек Сағын одан 2019 жылы әлем чемпионатынан финалында жеңіліп қалған. Енді реванш алғысы келеді. Мұндай жекпе-жекке қалай қарайсыздар? Бір нәрсеге сенімді бола аламыз. Қазбектің бапкері оны жақсылап тұрып дайындап шығады. Жақында Арман Әшімовті де бір файтер жекпе-жекке шақырды. Алматыдағы турнирде қырғыз Нұрбек Болотбеков Арманды зейнетке шығарғысы келетінін айтты. Арманның берген жауабы мынандай. Ондай маған қызық емес, шын айтайын. Өзімен өзі сөйтіп айғайлап жүре берсін. Оу деп.
қуып. Шынымды айтсам, Арман биыл қайда өнер көрсететінін тап басып айту қиын. Біз Арманның жекпе-жектерін сағындық. Сондықтан бүгінгі шығарылымға қосып отырмыз. Былтыр Арман ұзақ уақыттан кейін 8 бұрышқа оралған. Алдымен ММА-де, кейін жұдырықтасып төбелесуге шықты. Найза Арманға тағы да ұсыныс жасайды. Немесе ол шетелдік лигамен келісім шарт жасасады деп үміттенеміз. Мұндай файтер жекпе-жексіз жүрмеуі керек. Мұратбек Қасымбайдың да жекпе-жегі жанкүйер қызығушылығын арттырып отыр. Жыл басында ол омикрон жұқтырды. Содан кейін көзі зақымданған еді. Қазір Мұратбектің жағдайы жақсы. Әзірше дәрігерлер жаттығу жасауға не жекпе-жек өткізуге рұқсат бермеген. Бірақ динамика жаман емес. Бір инсайдерлік ақпарат айтайын. Мұратбектің жоспары ғаламат. Бірнеше үлкен жекпе-жек жоспарлап отыр. Поп ММА-ге көзқарастарыңыз әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ол танымал екеніне күмән келтіруге болмайды. Мураға денсаулық тілейміз. Оның жекпе-жектерін сағындық. UFC-де қазақстандық екі бірдей файтер жеңілсіз келе жатыр. Олардың алдағы жекпе-жектері туралы бөлек шығарылым болған. Қысқаша айтып өтейін. Дамир Усмағұлов 18 маусымда грузин Гурам Кутателадземен кездеседі. Екеуі де көптен бері октагонға шықпаған. Гурам тізесін жарақаттап алса, Дамир қазанда салмақ қуып әлсіреп қалған еді. Екі файтер үшін де алдағы жекпе-жек карьерасындағы маңызды кездесу болады. Дамир жеңістер сериясын жалғастырғысы келеді. Алдыңғы жекпе-жегі өтпей қалған соң UFC-де қысым жасап жатыр. Tennis.kz бәсінде ол фаворит болып тұр. Дамир алдағы жекпе-жегінде жеңіске жетуі керек. Сол кезде рейтингтегі орны туралы сөз болып, былтырғы сәтсіздігі ұмытылады. ММА-дегі үмітіміз Шавкат Рахмоновқа да жеттік. Шавкат 26 маусымда алғаш рет рейтингке кіретін қарсыласы Нил Мэгнимен кездеседі. Америкалық файтер 5 сатыға жоғары тұр, бірақ Рахмонов фаворит. Қазір Шавкатқа ММА-дің тұрақты фанаттары ғана көз тігіп отырған жоқ. Алдағы жекпе-жек фан базасын арттыру мүмкін. Шавкатты UFC-де жартылай орта салмақтың болашағы деп бекер айтпайды. Ол жаңа буындағы файтер. Күресте де, жұдырықтасуда да мықты. Мэгниді жеңсе, топ 10 есік ашылады, ал ол жақта тек үлкен жекпе-жектер күтіп тұр. Шавкаттың қолынан келетіне күмәнім жоқ. Қазір ол Америкада, Сэнфорд ММА залында жаттығып жатыр. Жақында чемпион Камару Усманмен спарринг өткізген. Кім біледі, болашақта олар октагонда да кездесіп қалар. Айтпақшы, Шавкат Мэгни кездесуі бұл турнирдің басты жекпе-жегі болмайды. Бірақ басты кездесулердің бірі болады деп ойлаймын. Сол картта біздің Сергей Морозов пен Қытайдағы қазақ Сайран Нұрданбек те өнер көрсетеді. Сергейдің қарсыласы бразилиялық Раулиан Пайва болады. Бұл файтер кезінде Жалғас Жұмағұловты жеңген еді, ал Сайран америкалық TJ Браунмен кімнің мықтырақ болатынын анықтайды. Аязбаев та Сайран да UFC-де әзірше бір рет жеңген. Айтпақшы, Нұрданбектің жалпы статистикасын қараңыздаршы, бүгінге дейін 48 жекпе-жек өткізген, ал жасы болса 28-де. Бүгінге осы, биыл кімнің жекпе-жегін күтіп жүргендеріңізді және тізімге тағы кімді қосуға болатынын пікірге жаза кетіңіздер. ММА туралы шығарылымдар міндетті түрде болады. Алға Қазақстан! Біздің файтерлер қазақ рухын көрсетіп, біз жеңіске жетеміз. Сау болыңыздар!